Арандап қалған ағайын сорлатып кеткен сұмырай. Серікжан деген Сұрқияны тыңдап, сұңқылдаған сұмырайға сенудің ақыры 5 жыл абақтыға айналды. Талдықорғанда Атажұрт деген тіркелмеген ұйымның мүшелеріне қатысты сот үкімі оқылды. Айып не? Айып ауыр. 2025 жылдың қарашасында бұл 19 азамат Қалжат шекара бекеті жанына жиылып, Қытайдың туын өртеп, төраға Си Цзиньпиннің портретін жаққан. 李景十方被无故关押的哈萨克斯坦公民阿里木努尔图尔干拜停止对哈萨克族和维吾尔族人民的 Кез келген мемлекеттік рәмізге бағытталған бұндай әрекет қатаң айыпталады және лайықты жазаланады. Бірінің баласы жас, бірінің әйелі жүкті, бірінің әкесі ауру. Бұл 19-дің арасында кім жоқ? Аянышты әрине. Бірақ қолыңмен істедің бе, мойнымен көтересің. Осы арандап қалған ағайынды абақтыға тыққан Серікжан Бияш деген арсыз. Осыны есіңде ұста қазақ, ешқашан ұмытпа. Қытайдан оралған қандас ағайынның құлағына қиямпұрыс уағыздарын құйып, миын атала қылған жауыздың аты Серікжан. Сыртынан жала жауып, Қытайдағы қазақты соттатты, Атажұрт деп алдап, ту өртетіп, Қазақстандағы қандасты соттатты. Серікжанның соңынан құлағы салпаңда беріп жүрген көп ағайын осыны неге ойламайды? Мен жындымын ба? Жоқ, мен сау бүкіл қазақ жынды ма? Сол иттің бәдігін тыңдап, өтірігіне сеніп, айдауына көніп жүрген қазақтың обалы жоқ. Сұрқияның арбауына түсіп, өз санасына емес, Серікжанның сұңқылына сеніп жүргендер мені де қалай қарғаған. Енді міне, шындыққа көз жеткен болу керек. Масқараларымды шығарам. Достарым үшін егіреп кетесіңдер. Суайт Серікжанға сенуді, соның айтқанына еруді тоқтатпасаң, бүгінгі 19 ойнап қалады. Әлі талай қазақ сотталатын болады. Өйткені сеніп жүрген Серікжандарың қазақты құртуды, соттатып, абақтыда шірітуді көздеп жүрген адам. Көзіңді аш қазақ, Америкада абалап отқан төбетке сенуді доғар. Астанадан сөйлеп тұрмын, маған сеніңдер, маған.